Қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге құрамына нан сода қосылмайтын өте ерекше құймақтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды, тұзымызды, құмшекерімізді, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Араластырып алған соң үстінен ұнымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымыз түйдектеліп қалып кетпеу керек. Барлығы бір келкі қалыпқа келгенше жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстінен сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көріңіз. Араластырып болған соң үстінен ыстық суымызды құямыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Біздің құймағымыз дайын болды. Дәл осындай сұйықтықта болады. Табамызды отқа қойып қыздырамыз. Қыздырып болған соң үстінен құймағымызды құямыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, бөлісіп отырсаңыз. Табаңызды қыздырып, сол кезде құйсаңыз, құймақтарыңыз дәл осындай арасы тесік-тесік болып пісіп шығады. Егер осы кезде қыздырмай арт осылай құймағыңызды құятын болсаңыз, арасы онша тесік болмайды. Қыздырып қоятын болсаңыз, арасы тесік болып пісіп шығады. Барлық құймағымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Енді ортасына творогымызды дайындаймыз. 250 грамм творогымызды саламыз. Үстінен құмшекер саламыз. Қаймағымызды саламыз 3 ас қасық. Жақсылап араластырамыз құмшекеріміз ерігенше. Міне құймақтарымыз дәл осындай дайын болып шықты. Қараңыздар арасын. Қандай күшті көтерілген, тесік-тесік. Құрамына мүлдем сода қосылған жоқ. Ең бастысы суларыңыз ыстық болуы керек. Аз ғана творог салып, дәл мен көрсеткендей етіп бүктесеңіздер, әрі жинақы дастарханға қойғанда әрі сәнді көрінеді. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналды одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісіп отырсаңыз. Менің каналымда бұдан да басқа рецепттер бар, каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Пирогтардың, ыстық тағамдардың, нандардың, күлше нандардың, салаттардың рецепттері бар. Дәл осылай бүктеп аламыз. Міне қараңыздар қандай әдемі әрі жинақы болып тұр. Жегенге де ыңғайлы. Міндетті түрде осы рецептпен істеп көріңіздер. Бір істегенде сәтті болып шығады. Өте әрі дәмді, тәтті ас болсын.